тірі болсам, қазаққа қызмет етпей қоймаймын. Алихан Нұрмұхамедұлы Бөкейханов 1866-1937 жылдары аралығында өмір сүрген публицист, ғалым, аудармашы, көрнекті қоғам және мемлекет қайраткері, ғұлама ғалым, ұлт азаттық қозғалысының теориялық негізін салушы әрі көсемі, қазақтың тұңғыш саяси партиясын ұйымдастырушы және Алашорда үкіметінің төрағасы. Алихан Бөкейханұлы бастаған алаш қайраткерлерінің ұлы арманы қазақ мемлекетін құру болды. Ол ұлт көсемі, ғалым, жазушы. Оның қаламынан туған дүниелер бүгінгі күнге дейін өз маңызын жойған жоқ. Туған жері бұрынғы Семей облысындағы Қарқаралы уезінің Тоқырауын болысы. Қазіргі Қарағанды облысының Ақтоғай ауданы. Ата-тегі Шыңғыс ханның үлкен ұлы жошыдан тарайтын төре тұқымы. Кеңес үкіметі орнағаннан кейін Алихан Бөкейханов қуғынан көз ашпады. Ұлтшыл деген айып тағылып Мәскеуге жер аударылды. Сонда да қазақ мемлекетінің тұтастығын сақтап қалу жолындағы күресін тоқтатпай мақалалар, баяндамалар жазған Алихан Бөкейханов ақыры 1937 жылы ату жазасына кесілді. Бірақ оның еңбектері қазақ әдебиетінің тарихында мәңгі қалды. Алихан Бөкейхановтың шығармалар жинағы 20 ғасырдың алғашқы ширегіндегі қазақ ұлт азаттық қозғалысының басшысы, Алаш партиясының негізін қалаушы, Алашорда үкіметінің төрағасы Алихан Бөкейхановтың қазақ газеті және басқа басылымдарда жарық көрген еңбектері, сондай-ақ ұлы күрес кезінде замандастары тарапынан көтерілген құрметті айғақтайтын материалдар енген. Ахмет Байтұрсынов Міржақып Дуатұлымен бірге 1911-1914 жылы қазақ газетін ұйымдастыруда және оның жалпы ұлттық деңгейге көтерілуіне зор еңбек сіңірді. Алихан Бөкейхан ұлттың ұлы тұлғасы, азаттықтың ақ жолында бар ғұмырын арнаған қайраткер. Оның арманы еркін, білімді, тәуелсіз қазақ елі бүгінгі күннің шындығына айналды. Біз тарихымызды ұмытпай, өткеннен сабақ алып, болашаққа нық қадам басуымыз керек. Алаштың Алиханы тек бір адамның емес, бүкіл ұлттың еркіндікке деген ұмтылысының белгісі.